Құрметті әріптестер, қазір біз Бурабайдамыз. Мына жерде қандай ауа, таза ауа, міне сезіп отырсыздар ғой. Осындай таза ауаны әрбір қазақстандық осындай таза ауада өмір сүру керек. Иә, оған Қазақстанда барлық мүмкіндік бар. Иә, президент таза Қазақстан бағдарламасын бекітті. Ол саяси құжат, иә, саяси. Біз осы таза Қазақстанды тек қана ағаш отырғызу емес, тазалық жасау емес, жүйелі жобаларға пайдалансақ, қаншама мысалғы экологиялық мәселелер бар. Біздің енді партиямыздың мүшелерінің көбісі батыс өңірінен болғандықтан, әсіресе Атырау өңірінен, негізгі біздің партиямыздың құрылтайшылары. Сол Атырау өңіріндегі мысалғы экологиялық жағдай өте қиын. Оны қалай дұрыстаймыз біз? Егер осы жүйелі жобаларды жасап, оны қаржыландыру формаларын табатын болсақ, біз барлық мәселе шешіледі. Түкте тұрмайды ол. Ол үшін бір қадам жасау керек. Біздің парламент депутаттары экологиялық кодексті алып, сондағы мына экологиялық қалдықтарға, шығарылымдарға ставканың көлемін көбейту керек. Болды. Бірден ТШО 200 миллиард теңге салық төлейтін болады экологиялық эмиссия. Бүгінгі күні қараймыз, 1 тонна метанға шығарылымға 73 теңгеден төлеп отыр. Америка Құрама Штатында $1000, Европада $1000 төлейді. Не үшін? Сонда үлкен ауқымды пайда түсіріп отырған шетелдің компаниялары аз ғана экологияға қаражат төлейді. Біз мысалы NCOC Қашаған жылына экологиялық эмиссия салық $500,000 ғана төлейді. Білесің, $500,000-ға біз олардың қоршаған ортаға келтіріп жатқан зиянын қайтадан орнына келтіре алмаймыз ғой. Ит балықтар қырылып жатыр. Енді тікелей олармен байланыстыра алмаймын, бірақ оны зерттеу керек. Міне осының бәрін бір ғана қадам. Парламент депутаттары экологиялық кодексті алып, сондағы ставканы көтерсе, бітті. Ана жолы біз осы СРП сұрағын көтердік. Мына Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған компаниялар парламентке келді. Осы мәселе не үшін көтерілмеді? Экологиялық эмиссия кішкентай ғана қаражат төлеп отыр. Экология эмиссия салығы қоршаған ортаға келтірген зиянды қайта орнына келтіру қаражаты бұл. Олардың қоршаған ортаға келтіріп отқан шығынын біз қазір төлеп отқан қаражатына қайтадан орнына келтіре алмаймыз. Сол себептен біз экологиялық жобаларды қаржыландыра алмай отырмыз. Өйткені бюджетте целевой деген бар. Егер біз экологиялық эмиссиядан жақсы қаражат түсіретін болсақ, жаңағы таза Қазақстан бағытында әртүрлі жүйелі жобаларды жасап, соның бәрін қаржыландыруға болады. Осы жақында Моңғолияның Жасылдар партиясы біздің партиямыз шақырып, біз Улан-Батор қаласында болдық. Улан-Батор қаласында кәріс қалдықтарын қайта өңдеу зауытын қойған екен. Кәріс қалдықтары келіп жатыр, су тазар полипке, егін шаруашылыққа бәріне кетіп жатыр, мына жағынан қайта өңдеп өнім алып жатыр. Бізде ондай жоқ Қазақстанда. Біздің жалпы ішкі өніміміз Моңғолиядан 12 есе көп. Не үшін? Өйткені жүйелі шешудің жолдарын білмей жатырмыз. Жаңа әріптесіміз айтты ғой. Егер депутаттар білмесе, бізді шақырсын, біз бармыз. Жаңа Сергей Михайлович кетіп қалды. Комитет, мәжілісте комитет экологияның мүшесі. Мен қатты жібердік біз, бәрінде жібердік. Бірақ ешкім ешнәрсе жасап отырған жоқ. Ол не үшін? Мүмкін мұнай компанияларының лоббистері отырған шығар онда. Бұны ашық түрде біз зерделеуіміз керек. Өйткені егер біз экологиялық кодексті, экология эмиссия салығын көтеретін болсақ, ставканы көтеру арқылы бюджетті 4 триллион теңгеге біз толтырайық деп отырмыз. 4 триллион. Бізге енді көтерудің қажеті жоқ. Біздегі жаңа барлық мәселелердің бәрі шешіледі өзін-өзі. Сондықтан осы мәселеге көңіл бөлсеңіздер. Бұл маңызды нәрсе. Біз осындай қарапайым затты шеше алмасақ, мысалы біздің партиямызда 100,000 мүшесі бар. Бір ғана бізде алаң, осы ұлттық құрылтайда ғана айта аламыз біз. Міне келіп осы мәселе көтеріп жүргенімізге 2 жыл уақыт болды. Ешқандай әлі шешім жоқ.
депутаттармен кездескіміз келмейді, кездескіміз келеді, бірақ кездесе алмаймыз. Жабық қоғамдық палатасына бізді шақырмайды. Ешқандай не жоқ. Түсініксіз нәрселер, не болып жатқан түсініксіз. Рахмет сіздерге.